Құрметті әріптестер, біріншіден біздің биылғы 2025-2026 оқу жылындағы бірінші алғашқы пет кеңесіміз. Сіздерді осы алғашқы оқу жылымен құттықтаймын. Оқу жылына барлықтарыңызға сәттілік, еңбектеріңізге табыс, үлкен денсаулық тілеймін, бір табысты жыл болады деп сіздерге сенім білдіремін. Енді бүгінгі біздің педагогикалық кеңесімізге Балқаш аудандық білім бөлімінің оқу әдістемелік орталығының әдіскері Сабирова Мария Файзуллаевна қатысып отыр. Осы қонақ ретінде. Енді бүгінгі жиналысымыздың негізгі педагогикалық кеңеске 33 педагог қатысу керек болған. Ол кісінің біреуі себепті, қазір осы жерде отырғандары 32 педагог барлығы тегіс қатысып отыр. Бүгінгі педагогикалық кеңесіміздің ашылу-ашылмау жөніндегі ұсыныстарыңызды білдірсеңіздер, ашылсын деген әріптестер өз дауыстарыңызды берсеңіздер. Жақсы, қалыс қарсы жоқ, онда бүгінгі педагогикалық кеңесімізді ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі педагогикалық кеңесіміздің негізгі қаралатын мәселелері 3 мәселе қаралады. Бірінші мәселе жаңа оқу жылында білім беру ұйымының жұмысының басымдықтары мен негізгі бағыттары туралы. Екінші мәселе жылдық жоспарды бекіту туралы. Үшінші мәселе мектептің ұйымдастырушылық шаруашылық қызметі туралы. Енді бірінші мәселемізді бастамас бұрын өздеріңіз білесіздер, біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның тамыз кеңесінде пленарлық отырысында сөйлеген сөзіне байланысты бір кішкене видеороликтарды тамашалауға сіздерді шақырамын. Адал азамат мектеп қабырғасында қалыптасады. Білім сапасын жақсарта түсу қажет. Жаңа бірнеше балабақшаның соғылғаны туралы айтылып өтті. Ал бұл көрсеткіш республика бойынша 179 балабақшалардың соғылғандығы, ал соңғы 6 жылда 1600 балабақшалардың жаңағы өндіріске енгізген атап өту керек. Сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сапасын арттыру мақсатында беске дейінгі үлгер және тілге ойлау пилоттық жобалары сәтті іске асырылды. Бұл жобалар биылғы оқу жылынан бастап барлық балабақшаларда енгізілетін болады. Бұл жыл еліміздің білім саласында тың бастамалар мен маңызды өзгерістерге толы болатыны анық. Мемлекет басшысы атап өткендей, адал азамат, біртұтас тәрбие бағдарламасы жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды, отансүйгіштік пен еңбекқорлықты, әділдік пен жауапкершілікті сіңірудің басты құралы. Осы бағдарлама негізінде біз балаларды тек білімді ғана емес, елін сүйетін, халқына қызмет ететін адал азамат етіп тәрбиелеуге міндеттіміз. Негізделген тәрбие алдағы оқу жылында әр ай белгілі бір құндылыққа арналады. Құрметті әріптестер, жаңа оқу жылы бізден 3 маңызды бағытта ерекше назар аударуды талап етеді. Біріншіден, қауіпсіз орта қалыптастыру. Мектеп балалардың екінші үйі. Сондықтан достығын іске асыру арқылы буллингтің алдын алуымыз қажет. Мектеп медицина қызметкерлері енді тек алғашқы көмек көрсетіп қана қоймай, сынып жетекшілерімен бірге тәрбиелік жұмыстарға қатысады. Санитарлық талаптар, бейнебақылау, өрт қауіпсіздігі барлығы да бала амандығы үшін басты назарда болуы тиіс. Екіншіден, ата-аналар серіктестігі. Биылғы жылдың жаңалығы Республикалық ата-аналар комитетінің құрылуы. Бұл мектеп, ата-ана, қоғам үштағанын нығайтуға үлкен мүмкіндік. Сыныптан бастап республикаға дейінгі деңгейде ата-аналардың белсенді қатысуы баланы сақтап, ата-ана мен серіктестікке жұмыс жасай отырып, біз жас ұрпақты адал, білімді, ел жанды азамат етіп тәрбиелей аламыз. Яғни, бүгінгі педагогикалық кеңесіміздің осы жауапты істердің бастамасы болсын дегім келеді. Құрметті әріптестер, жалпы академиялық адалдық бұл ең алдымен білім алушылардың жұмысты адал, дұрыс орындау екені баршамызға мәлім. Бәрінен бұрын академиялық адалдық оқу бағдарламаларын меңгеру барысында оқушының мінез құлық нормаларын белгілейді. Жасанды интеллект білім беру процесін автоматтандыру мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Біздің мақсатымыз білім сапасын көтеру және цифрлық сауаттылықты дамыту. Назарларыңызға жедел орта мектебінің 2025-26 оқу жылына арналған оқу тәрбие жұмысының жоспарын ұсынамын. Қайта лақтырып жатырмын.
свод талдауға келетін болсақ, былтырғы 2024-25 оқу жылы бойынша свод талдау жасалды. Біздің мектебіміздің мақсатымыз 2024 былтырғы жыл бойынша 2024-25 оқу жылында оқу тәрбие процесінің тиімділігімен іске асыруды бақылау мақсатындағы оқу тәрбие жұмысы бойынша талдау жасау болып табылады. Мақсаты сол талдаудың жалпы біздің мектебіміздің ұжымымыздың күшті жақтары педагогикалық ұжымның тұрақтылығы деп айтсақ болады. Білікті мамандардың болуы, оның ішінде педагог зерттеушілердің санының өсімінің жоғары болуында. Жаңартылған бағдарлама субсидиялық бағалау бойынша мұғалімдер курстан өткен білім сапасының соңғы 3 жылдағы өсуі күшті жағымыз болып тұрады. Енді әлсіз жақтарымызға тоқталатын болсақ, республикалық деңгейдегі олимпиадаларда білім алушылардың жүлделі орындарының болмауы, дарынды балалармен жұмыстың әлсіздігі, педагогтардың іс тәжірибесімен республикалық облыс деңгейде аз бөлісуі, жас мамандарының білімдерінің жетілдірілуі, мұғалімнің ақпараттық коммуникациялық құзыреттіліктерінің төмендігі, оқыту технологиясының бірізділігінің жоқтығы әлсіздіктеріміз болып табылады. Енді біздің қандай мүмкіндіктеріміз бар? Мектепті дамытуға, жаңартылыспен басқаруға мүмкіндігіміз бар. Үштік одақты мектеп ата-ана оқушы одағын жүзеге асыруымызға болады. Педагогтардың кәсіби біліктілігін көтеруге, бірлескен сабақ жоспарлау, командалық оқытуға, білім алушылардың нақты білімін айқындауға, жүйелік қоғамдастықпен тығыз байланыс орнатуға, BIS технологиясының мектеп тәжірибесін енгізу, жасанды интеллектті білім беру үрдісіне пайдалану, әртүрлі платформаларды тиімді сабақта пайдалануға мүмкіндігіміз бар. Қандай қауіп-қатер бар бізде? Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуына байланысты балалардың кітап оқуға деген қабілетінің жоғалуы нәтижесінде тілдік және сөйлеу құзыреттілігі, креативті ойлау қабілетінің төмендеу қаупі бар. Енді осындай басым бағыттарды BIS технологиясы бойынша арнайы курстан өткізіп жатырмыз. Қазан айында, яғни ұжымның толық келісімімен Петр Яковлевичпен кездесіп, сол кісімен сөйлесу барысында 3 күндік онлайн конференциясына қатыса отырып, осы технологияны біздің өзекті тақырыбымыз ретінде алып, сабақта пайдалануға кең қорғалы жатырмыз. Енді мына жерде енді жас мамандармен жұмыс. Енді алдағы мүмкіндіктерімізге тоқталып өтсек, жалпы оқу жылында, осы оқу жылымызда ғылыми әдістемелік кеңес отырысы бойынша 2025-26 жылдарда шығармашылық топтың жұмысын жандандыру, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, оның ішінде мұғалімдердің сабақтың мақсатқа сай функционалдық тапсырмаларды орындауға үйрету, дарынды оқушылармен жұмысты жандандыру, оның ішінде республикалық деңгейге оқушыларды шығару, BIS технологиясын енгізу, жасанды интеллект білім беру үрдісін кәсіптік бағдар жұмысын жандандыру, жас мамандардың жұмысын жүйелеу, сабақ зерттеу және 5-ші сыныптардың орта буынға бейімделуіне байланысты әдістемелік жұмыстар қарастырылады біздің жоспарымызда. Аса басымдықты функционалдық сауаттылықты дамытуға беріп отырмыз, және дағы сол басым бағытқа бізді жетелейтін STEM бағытында да жұмыстар қарастырылады жоспарымызда. Мынау мектепшілік бақылау, былтырғы мектепшілік бақылау бойынша қорытынды. Мектеп ұжымының осы жоспардың негізге ала отырып, міне жоспарлар құрылды. Міне оқу жылының басындағы педагогикалық ұйымдастыру шаралары, жалпыға міндетті білім беру стандартының ұйымдастыру шаралары, мектептің әдістемелік қызметінің циклограммасы, кадрлармен қандай жұмыстар атқарамыз, басым бағытты жаңағы BIS технологиясына назар аудартып жасалынды, шебер сыныптар,
Жоспарды чатқа жібереміз. Танысасыздар, әдістемелік бірлестіктердің өткізілу уақыттары, әдістемелік кеңестің өзекті мазмұны, қаралатын кезеңдері, отырыстары көрсетілген алдыларыңызда. Дарынды балаларға арналған жұмысымыз, жалпы бізде дарынды балалармен жұмыс кішкене сәл артта, сондықтан сол жұмысқа биыл баса назар аударамыз. Енді біртұтас тәрбие бойынша жаңағы тәрбие орынбасарларының жоспарлары, бірлескен жұмыс жоспарлары мына өзіміздің өндірістік жоспарымызда салынған айларға бөлінген мектеп кітапханасының жұмысы, барлық жоспарлар осы жерде. Педагог-психологтың педагогикалық психологиялық қолдау орталығының жоспары. Бізге де қажет болмаса да міндетті түрде басқа тақырыпта өткізіліп жатқан жаңағы жоспарға қатысу. Көбінесе жаңағы бізде эмоционалды интеллект деген өрлеу біліктілік арттыру курсының ұйымдастыруымен өтіп жатқан курс бар. Оған мұғалімдер еш қызығушылық танытпайды, өйткені ол жерде пәніне қатысты болмағандықтан назар салмайды. Ол жерде баланың көңіл күйін қалай аулаймыз, сабаққа қалай бағыттаймыз, баланың ішкі жан дүниесін қалай түсінеміз, эмоциясына қалай назар аударамыз, соған жете назар аударылатын курс болған, оған назар аудармаймыз. Көбінесе сосын жаңағы үйден оқыту бойынша курс, инклюзивті білім беру бойынша да курсқа да көп мұғалімдер қашасыздар. Менің классымда инклюзивті оқушы жоқ, біз ондай курсқа бармаймыз. Менде ондай жаңағы өрлеу біліктілік арттыру курсының несі бойынша өткізілген саны мен 15 педагог өттік. Инклюзивті білімнен 6 педагог, STEM бағыты бойынша 3 педагог, менеджменттен 2 педагог, жаһандық құзыреттіліктен 2 педагог, педагог ассистенттен 1 педагог, педагог ұйымдастырушыдан 1 педагог биыл өзінің біліктілігін арттырды. Өскелең ұрпақты сапалы тамақтандыруды ұйымдастыру болып табылады. Дұрыс ұйымдастырылған тамақтандыру оқушылардың денсаулығын сақтауға көмектесетіні сөзсіз. Мектепте тұрақты түрде қызмет көрсету сапасын жақсарту бойынша жұмыстар жүргізіледі. Оқушыларды өзіне қызмет көрсетуге және қоғамдық тамақтану орындарында өзін-өзі ұстау мәдениетіне үйретеді. Мектеп медбикелері жеткізілетін өнімдерді қадағалайды, олардың өңдеу мен пайдалануға дайындау барысында жедел бақылау жүргізеді. Сонымен қатар шығарылатын өнім сапасын қабылдау кезінде бақылау қамтамасыз етуге дейін шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұжымы, оқушылар мен ата-аналарына арналған ішкі тәртіп ережелері бар. Жедел орта мектебі мектепке дейін шағын орталығы мен еңбек тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшіліктің ұсынысы бойынша білім беру ұйымы қызметкерлерінің педагогикалық кеңесімен бекітілген ішкі еңбек тәртібі ережелерімен айқындалады. Ішкі еңбек тәртібі ережелері мектеп ұжымы жұмысының ұйымдастырылуы мен халықты жұмысқа жұмыс уақытын тиімді қолдануға, еңбек тәртібін нығайтуға, жұмыскерлер үшін жайлы орта құруға арналған. Бізде оқу кабинеттері мен спорт залдарының саны 12, жалпы класс комплектісі 13, соның ішінде бізде барлығы 198 оқушы бар. 1-4 сынып 80 оқушы, 5-9 сынып 85 оқушы, 10-11 сыныпта 33 оқушы бар. Мектеп 2 ауысыммен жұмыс істейді. Бірінші ауысымда 1-ші сынып, 5-ші сынып, 10-ші А, 10-ші Ә, 11А, 11Ә сыныптар оқиды. 9-ші ауысымда 2, 3-ші, 4-ші сынып және 6, 7, 8 сыныптар оқиды. Сабақ ұзақтығы уақыт бойынша 45 минуттан. Тәртіп көрсетілген ұлдардың мектеп формасы және қыздардың мектеп формасы. Ұлдардың мектеп формасына пиджак, жилет, шалбар, мерекелі жейде, күнделікті жейде немесе сылдырмалы тоқылған күрте кардиган. Сылдырмалы деген не ғой? Ал қысқы мезгілде үстеріне трикотажды жилет, ұлдарға арналған шалбарлар
еркін тігілген және ұзындығы бойынша тобықты жауып тұруы керек. Ал қыздардың мектеп формасына пиджак, жилет, юбка, шалбар, пластикалық жейде, сыдырмалы тоқылған күрте, кардиган, қысқы мезгілде трикотажды жилет, сарафан беріпті. Қыздарға арналған шалбарлар еркін тігілген және ұзындығы бойынша тобықты жауып тұруы керек. Құрметті әріптестер, биылғы оқу жылында көптеген маңызды жаңалықтар болып жатыр. Президентіміз түрлі ұсыныстар тастады, оқу министрі де сөйлеп жатыр, мұғалім мәртебесін көтеру туралы. Және де сабақта, пән сабақтарында STEM, жасанды интеллекті, осыларды пайдалану туралы айтылып жатыр. Бұл енді күнделікті бүгінгі өмірдің нақты талабы, барлығымызда пайдалана білуіміз керек. Біз былтырмен естеріңізде болар, қазан айында осы STEM, жасанды интеллект туралы курсқа барып қайтып келген кезде оқушылар мен келмейтіріп бұрыннан біледі екен. Мен олардың білетінін жасанды интеллект туралы пайдаланатынын білмеймін. Олар сол кездің өзінде пайдаланады. Сондықтан бұл бүгінгі күнде нағыз қажетті нәрсенің бірі деп есептеймін. Сондықтан сабағымызға пайдаланайық осыны. Және де сіздерге бір өздеріңізді білетін шығарсыздар, YouTube арнасында жасанды интеллект туралы, платформалар туралы айтылады. Қазақ тілінде топ 19 жасанды интеллектті жазсаңыздар, шағыр нақты, жақсылап түсіндіріп береді. Соны сабаққа пайдалануға болады. Содан кейін тағы бір нәрсе, мынау кітап оқу жайлы айтты. Жалпы кітап оқуды өзім бала кезден жақсы көрем. Кітап оқыған адамның санасы кішкене кең болады. Және де сабақ оқуға деген ынтасын арттырады деп ойлаймын. Сондықтан кітап оқуды қолға алуымыз керек. Мейлі ол қазақ тіл пәнінің мұғалімі, мейлі ағылшын болсын, мейлі орыс тілі, немесе жаратылыстану пәндері болсын, барлығы да пайдалануға болады. Біз әлі күнге дейін мына Абайдың 45 қара сөзін оқушыларға жақсы нақты түсіндіріп бере алмайды. Бұл Абайдың 45 қара сөзінде барлық осы күнгі заман талабына сай нәрселерді айтылады. Сондықтан барлық ұжым болып осы нәрсені қолға алайық. Халқымыздың салтын, дәстүрін, жасанды интеллектіні қоса пайдалана отырып, әрдайым дамытатын болсақ, балаларымыз адал азамат болып өседі деген сенімдемін. Биылғы оқу жылында біздегі бір жаңалықтың бірі сабағымызда бес технологиясын пайдалану болып тұр ғой. Сондай өзгеріс енгізіп жатырмыз. Өткен оқу жылында мен сол бес технологиясы бойынша осы мектепте жаңағы жаратылыстану апталығы болды. Сол кезде семинар өткен болатынбыз. Бес технологиясы бойынша өздеріңіз көрген болатынсыңыздар. Қандай ерекшеліктер бар? Яғни оқушылардың білім сапасын арттырудың негізгі кепілі бес технологиясы деген. Егер де сол бес технологиясын жақсы меңгеріп алатын болсақ, онда мен ойлаймын, оқушылардың сапасы жоғарылайды. Яғни сол бес технологиясы бойынша негізінен 63% деп тұр ғой, оқушылардың сапасын 63%-ға жеткізуіміз керек. Сол деңгейге жеткізетін болсақ, барлық сыныпта, онда біздің балалардың сапасы, білім деңгейі жоғарылайды деп ойлаймын. Сондықтан жастар барлықтарыңызды сол технология бойынша сабақ беруге шақырамын. Өте жақсы технология. Егер де меңгеріп кететін болсаңыздар, жаңа 5 күндік курс бізде болайын деп тұр, семинарма курс болайын деп тұр. Соған байланысты бәріміз қатысып, сол технологияны пайдаланайық, яғни оқушылардың білім сапасын көтеру. Білім беру тек қана қазіргі заман талабына сай оқушыларды жасанды интеллектке пайдалана отырып білім беру заман талабына сай болып тұр. Сондықтан біз әр сабағымызда оқушының сабаққа қызығушылығын арттыру үшін осы жасанды интеллектті пайдалануымыз керек. Соны шақырамын барлығын. Әріптестер,
педагогикалық кеңесіміздің аяқталуына жақын қалды, яғни қаралған күн тәртібіндегі мәселелердің барлығы қаралды, күн тәртібіне қойылған. Барлықтарыңыз өздеріңіздің ой пікірлер, ұсыныстарыңызды айттыңыздар. Енді осы ой пікір ұсыныстарыңыздың негізінде осы педагогикалық кеңестің шешімін оқиын. Өз үлестеріңізді, жаңа ойларыңызды, тағы да ұсыныстарыңызды білдіріп отырасыздар. Педагогикалық шешімі бірінші мәселе бойынша 2025-2026 оқу жылындағы оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқаулықтың жаңа нормативтік актілермен және бағдарламаларды басшылыққа алынып, жұмыс жүргізу директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Нұрбаева Аялым Бақытқызына жүктелсін. Келісесіздер ме? Қарсы емессіздер ғой? Адал азамат тәрбие бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз етілсін, жауапты болып директордың тәрбиесі орынбасарына жүктелсін. Білім беру ұйымында академиялық адалдықты сақтау қағидаларын бекіту тәрбиесінің орынбасарына жүктелсін. Білім беру процесінде жасанды интеллект технологияларын қолдануды қамтамасыз ету, жасанды интеллектіні қолданудың этикалық нормалары мен стандарттарының сақталуын реттейтін мектепшілік құжат әзірленіп, бекітілу оқу ісі орынбасары Нұрбаева Аялым Бақытқызына жүктелсін. Білім беру процесінде жасанды интеллект мүмкіндіктерін қолданысын, жоспары құрылып, қолдану барысының жүргізілуін қадағалау оқу ісінің орынбасары Нұрбаева Аялым Бақытқызына жүктелсін. Оқушылардың білім сапасын арттыру, функционал сауаттылығын дамыту, білім алушылардың оқу жетістіктерін жақсарту мақсатында мектеп бойынша BIS технологиясы қолданылып, арнайы курстан өтіліп, яғни жаңа айттық, өзіміздің келісімімізбен арнайы курстан өтеміз деп, жұмыстар жүргізілсін. Жұмыс жоспарын құру, қадағалау, оқу ісі жөніндегі орынбасары Нұрбаева Аялым Бақытқызына жүктелсін. Осы педагогикалық кеңестің шешімімен 2025-26 оқу жылына арналған жылдық жоспарлар, яғни мектептің оқу жұмыс жоспары, оқу жүктемесі тарификация, сабақ кестесі, мектептің даму жоспары, педагогикалық кеңестің жоспары, мектепшілік бақылау жоспары, әдістемелік кеңестің жоспары, әдістемелік бірлестіктің жұмыс жоспары, педагогтардың біліктілігін арттыру жоспарлары, білім алушылардың тізімінің құрамы, сынып жетекшілерін бекіту, бірлестік жетекшінің бекіту бұйрығы беріліп бекітілсін. Жауапты тұлғалар бекітілген жоспарлардың уақытты орындалуы қамтамасыз етілсін. Үшінші мәселе бойынша қауіпсіз және жайлы білім беру ортасын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар әзірленіп, нұсқа өткізіліп, өртке қарсы қауіпсіздіктің жай-күйін және бейнебақылау жүйесінің тұрақты тексерілуін қоса алғанда, қауіпсіз білім беру ортасын қамтамасыз ету шараларын жүргізу директордың шаруашылық жұмысы жөніндегі меңгерушісі Қасқарауов Айдын Долдырханұлына және алғашқы әскери техникалық дайындық пәнінің мұғалімі Уәлиев Ғалым Әлкенұлына тапсырылсын. Жұмыстың жүргізілуін бақылау тәрбиесі жөніндегі орынбасарына жүктелсін. Келісім бойынша мектептің санитарлық нормаларының сақталуын қамтамасыз етілуін шаруашылық меңгерушісі Қасқарауов Айдын Долдырханұлы мен мектеп медицина қызметкері Смағұл Елмираға жүктелсін. Инклюзивті ортаны қамтамасыз ету жұмысын жүйелі жүргізу педагогикалық психологиялық қолдау орталығының мамандарына жүктелсін. Мектептегі берілетін азық-түлік сапасын бақылау және тамақтандыруды ұйымдастыру, санитарлық гигиеналық ережелердің сақталуын қамтамасыз ету медицина қызметкері Смағұл Елмираға жүктелсін. Ыстық тамақтың дұрыс ұйымдастырылуын бақылау әлеуметтік педагог Ермекбаева Зәмза Шәріпқызына жүктелсін. Мектеп қызметкерлері үшін ішкі тәртіп ережелерін және мектептегі жұмыс кестесі бекітіліп, ұжымға таныстырылып, қадағалауын тәрбиесі жөніндегі орынбасарына жүктелсін. Осы шешімге алып қосарларыңыз бар ма? Келісесіздер ме? Келісесіздер ме? Қарсылық жоқ па? Қарсы қалыс жоқ па? Онда осы педагогикалық кеңестің шешімі қабылдансын.